келеді, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Жанды психологиялық ахуал қалыптастырамыз, сақтаған назар аударамыз. Мен сендерге бірнеше мақал-мәтел айтамын, сол мақал-мәтелді ары қарай жалғастырамыз. Бірінші, отан елдің анасы. Айта ғой. Ел елдің анасы. Отыра ғой. Туған жерде жер болмас. Туған жерде ел болмас. Отанды сүю. Айта ғой. Жақсы. Отан да ыстық. Жақсы. Отан үшін күрес. Кім айтады? Дұрыс. Ел үшін айта ғой. Жақсы. Тіл тәуелсіздік тірегі. Отыра ғой. Енді балалар біз топтарға көк туым желбіреген тобы, бірінші тобымыз, екінші тобымыз елтаңбам торы, үшінші тобымыз әнұран асқақтаған. Енді сабақтың балалар патриоттық өлеңдерді кім дайындалып келді? Арамызда кім патриоттық шыға ғой? Келіңдер. Әнұран мен елтаңба көк туымыз, тәуелсіздік бақытты шаттығымыз, бірлігі бар ұлы дала елімізде, татулықпен желбірейді ақ туымыз. Еліміздің рәміздерін тану керек, әр адам патриот болу керек. Мағжан сенген бүгінгі жас ұрпаққа рухты ұл мен қызың болу керек. Қатар шапқан қыз тұлпар ай астында қазақ үй, қалықтаған жас сұңқар жарықтаған таза күй. Бұл таңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Мұнда да бар ерлігім, мұнда да бар ел күші. Қара шаңырақ ел күні асқақтатып тұр мені. Елтаңбасы елдігім, елдің тыныш тірлігі. Қазақстан жалауы, көкте қыран қалықтап, қанат қағып барады. Көк аспанда нұрлы күн күлімдейді далама. Бақыт тілеп тұр бүгін ол барлық бәк балаға. Ұлттық өрнек құрамыз, адастырмас мұраттай, нық көтеріп тұрамыз, жалауды біз батпай. Айтатындар ортаға шығамыз. Рәміздер. Әнұран, кім шығады? Ән салтанатты ән, мемлекеттік негізгі рәміздерінің бірі. Әнұранның әнінен отанға деген сүйіспеншілікті, атамекенге деген шексіз махаббатты байқауға болады. Республикалық қазіргі әнұран 2006 жылы 6 қаңтарда қабылданды. Әнұранның сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеден, Нұрсұлтан Назарбаев, ал музыкасын жазған Шәмші Хатаяқ. Дұрыс екен, енді келесі жалғастырамыз. Елтаңба. Елтаңбаны келе ғой. Елтаңба бүкіл әлем бойынша мемлекеттердің ерекше маңызды нышаны. Герб терминімен неміс сөзінен аударғанда мұла немесе енші мағынасын береді және мемлекеттік айрықшалықтың белгі болып табылады. Елтаңбаның ортасында шаңырақ бейнесі. Шаңырақты айналдыра күн сәулесі секілді қуықтар шаншылған. Және оның оң жағы мен сол жағында қанатты пырақтар бейнеленген. Және оның үстіңгі бөлігінде көлемі 5 жұлдызды орналасқан. Ал астыңғы бөлігінде Қазақстан деген жазуы бар. Және де ол Қазақстан деген жазуы алтын үстес. Егеменді Қазақстан елтаңбасы 1992 жылы қабылданды. Оның авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Жолдаман Уәлихан. Қазақстан Республикасының экс-президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1992 жылы 4 маусымда қабылдаған болатын. Тудың ортасында 18 сәулет тараған күн бейнеленген. Және де оның астында қанатын кеңге жайған қыран құсы тұр. Және де бұлардың жанында кеңінен орналасқан қазақтың ұлттық оюы қошқар мінез ойы отыр. Бұлардың барлығы алтын түстес. Ал тудың негізгі кісі тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Осы пайдаланған себебі ежелгі түркілердің түсінігі бойынша жан емес маған керегі.
салғаны биыл 30 жыл болса, ал тәуелсіздік нышандарына 29 жыл болды. Ең алдымен мемлекеттік рәміздердің маңыздылығына тоқтала кетсек. Рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі бір саналады. 1997 жылдың басында туған кеңестің төралқасы мемлекеттік символиканы дайындау бойынша жұмыстарын туралы қол қабылдады. Қаулыға сәйкес елтаңба және әнұран жобаларын жасауға қол қойылды. Бұл ресми түрде 1992 жылы қабылданды. Мемлекеттік тілді таңдау конкурсы 1200-ден астам шығармашылық фильмдер ұсынылды. Соның ішінде Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Сәкен Ниязбековтің де басынан алынды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ту орнасында тұлғалы күн, оның астына халыққа тұтынған бейнеленген тек көрікті көлігінде түсім алды. Бұл сабының тұсында ұлттық өрнектің болған түрмен ашылған. Күн оның сұласы, жан және ұлттық өрнек бейнесі алтын сөйлеседі. Бұл мемлекеттік еңбек маңдайшаларында жүйетті де болған драмаға қарай келеді. 1994 жылы біріншілдегі талғатында бар өңірден Қазақтың Рәміздерді қорқу программасы бойынша сәйкестендіру. Қазіргі сәйкестендіру ойынына кім шығады екен балалар? Қайсысын шығарыз? Сәйкестендіруге әнұранға кім шығады екен? Тез жылдарға бөлеміз. Махаббат қайрат екеуді шымырлатқан әденеді. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені